Әріптестер, қазір Render Forest бағдарламасында мына дизайн деген жеріне қараңыздар. Осы жер дизайн деген жерде презентация деген бар. Презентация деген басыңыздар. Осы жерде көптеген проект жасауға болады. Мына жерде өте көп. Мына тетікті бассаңыздар, трендтегі, сосын жаңадан қосылғандар осы жерде тұрады. Мынаның барлығын қарасаңыздар, мінекей 18-ші бет, 36, 48. Мынаның барлығын астына қарай өтесіздер ғой. Соның астына былай басасыздар ғой. Следующий. Екінші бет ашылатын болады осылай. Өзіңіз қалаған презентацияны таңдап өзгертіп алсаңыз болады. Қазір мінекей мына жағына кіріп, кез келген біреуін алайық, қарап отырамыз да. Мысалы мынаны ала салайық. Көптеген мына жерде 110 не бар, слайдтың түрі бар. Осы жерден таңдап алсаңыздар болады. Енді бұны былайша жасайық. Тұр ғой мына жерде, следующий деп бассаңыздар осындай шығады. Міне. Создать сейчасты баса саламын. Енді осы жерде келгеннен кейін осылай шығады. Бұл слайдтың бірінші беті болып саналады ғой. Енді мына жерге қараңыздар, саймандар тақтасы мына жерде орналасқан. Мына текст жазамыз. Қазір бір жерге жазатын болсақ, мына текст деп қосуға болады. Бұл жерде көптеген мына шрифттарын алсаңыз болады мына жерде. Мына шрифттарын. Так, одан кейін не нәрсе? Палитры. Палитрадан әртүрлі түстерді таңдасаңыз болады. Элементы. Элемент. Мына жерде поискке жазуға да болады негізі. Әртүрлі нелерді қосуға болады. Мысалға, мынандай жазылып тұр ғой, енді осыны мүмкін сізге мынандай керек шығар. Мына көкті алып тастап, мүмкін сізге қызыл керек болатыны шығар. Соны алып мына жерге қойып, мысалы өзгертіп жазуыңызға болады. Сол үшін элементтер. Бұның тағы да былай бассаңыз, түрлі варианттар шыға береді. Мысалы, мына жақта да өте көп. Одан кейін иконка да тұр ғой. Мына иконка кішкентай осындай суреттер бар. Бұл жаңа презентацияның басында немесе келесі параққа деген сияқты белгілерді былай әртүрлі қоюыңызға болады. Мына белгіні кеп, мына жерге назар салыңыздар деген сияқты. Сол кезде апарып мына стрелканы былай қойып қойсаңыздар болады. Ол сіздің жасайтын презентацияңызға байланысты ғой. Көрдіңіздер, мынау қажет болмаса, өшіріп тастайсыз, міне, удалить деп. Иконканы көрсететін изображение. Изображение мына жерде тұрған өзінің ішіндегі, мына программаның ішіндегі суреттері. Я болмаса сіз мына компьютерден алып келіп суретті жүктесеңіз де болады. Одан кейін мынау тұр ғой, дублировать. Яғни сіз мына дайын слайдыңызда дублировать ете аласыз. Келесі бетке ше, сол үшін. Изменение порядка дейді. Яғни мына жерде бірнеше слайдтар болса, былай қозғалта аласыз. Мысалы, мынадан кейін мына слайд соңына барсын деген сияқты өзгеріске жасай аласыз. Одан кейін выравнивать слой дейді. Бұны жұмыс барысында көрсетем. Мінекей замокқа салып қоюға болады. Мынаның барлығын осы жасаған жұмыстарыңызды. Непрозрачность дейді. Яғни мына суретті түсін артық фон білдіріп, өңін бледный қылып солай ауыстыруға да болады, немесе қанық қылып осы қалпында қалдыруларыңызға да болады. Енді бұл мына суреттермен жұмыс жасап көрейік. Мінекей мына жердегі әріптерді былай өзгертсек болады. Мүмкін сіз мынаның астына өзіңізге қажетті бір фонды қойсаңыз болады. Орыстың қызы ұнамаса, басқа фон қоюға болады. Мысалы, көрдіңіз, астына сурет ауысады. И осы жерге өзіңіздің неңізді қойсаңыз да болады, объявлениеңізді. Мысалға, көктемгі демалыста оқушыларды көрмеге дұрыс жазбадым ғой. Оқушыларды көрмеге шақырамыз деп осылай объявление жазайық. Мынаны тоже былай регулировка жасап, осының ішіне келтіруіңізге болады. Міне. Мынаның астындағысында өзгерте аласыз сөздерін.
Нөмір 1-ші орта мектебі, 2-ші қабаттағы 2-ші қабат фойесі деп жазасыз. Екінші қабаттағы сурет көрінуде күтеміз деп жазайын. Мысалға 24-ші наурыз деп енді хабарлама жазып жатырмын. Пример. Осылай жазып, мынаның өзін былай кішірейтсеңіз де болады мысалға. Немесе былай үлкейтсеңіз деп болады. Осылай жасауға болады. Енді дублировать деген қалай ол? Мысалға, мына суретті сіз бастыңыз ғой, сосын дублировать десеңіз, тағы да қайтып өзі жазушы үстіне шығып тұр, көрдіңіз. Қажет болмаса, сіз бұны былай өшіріп тастайсыз. Немесе мына жерде тұр ғой, мына жердегіні алып, мына жаққа да дублировать етуге болады. Ол үшін мына плюс тұр ғой, міне осыны басасыз. Сонда мына суретіңіз қайтадан мына жерге барады, көрдіңіз. Мына өшіріп тастаймын. Слайдты, бірінші слайд, екінші слайдты алып, өшіріп тастауға болады осылай. Мінекей. Мынаны да былай алып тастауға болады. Таза парақ. Біріншісі қалысуға болады. Енді келесі палитра тұр ғой, палитраның барлығын былай ауыстыра аласыз мына жерін. Көрдіңіз, мына жерде өзгертіп отырмын, осылай өзгерте аласыз. Сол үшін қажет. Мінекей. Міне осындай жұмыс жасай аласыз. Одан кейін екінші бетке сіз мүмкін жаңадан сурет көргіңіз келсе, осы жерге мына изображение деп тұр ғой, міне. Изображение басасыз. Осы жерден жүктеп алсаңыз да болады. Мои файлы деп тұр ғой, сол жерге басып. Мен алдында жүктеген жұмыстарым ғой, міне. Осы мұғалімдердің жүктеген жұмыстары ғой. Мінекей. Қойсайшын, бір кісінің суреті екен күшті. Осы суретті алып, былай өңдеуіңізге де болады сізге. Мынаны қойсаңыз, осындай қылып өңдесеңіз де болады. Осыны қойып, осы жерге бір жаңағы нені пайдаланайық, элементы деп тұр ғой, элементыға барасыз. Осы жерге бір андай не жазайық, объявление сияқты да. Мынаны басып шықты ғой. Осы жерге бүйтіп күнін немесе бірден жазуға болады. Мына жақтан или қараңыздар, бұдан да лучше варианттар бар ма екен. Осы үлкен қылып ашып қойып, осы жерден таңдасаңыздар да болады, әріптестер. Осыны таңдап тұрмыз ғой, мынау таңдап отқанымыз. Осы жерге мінекей, осыны алып, мына палитраға барып, тоже былай өзгертсеңіздер болады. Мына түсі өзгеру керек. Енді осы жерге запись жазайық үстіне. Тексті басасыздар. И осы жерден таңдаймыз. Мынаны апарып мына жерге қоямыз. Осы жерге жазамыз. Мысалы, бұны сіз мүмкін шақыру билет жасайсыз ба, презентация не туралы мысалға, сол туралы осындай түсіндірме жұмыстарын жасай аласыз. Міне осындай әдемі шығады сізде. Одан келесі бетке, келесі бетке плюсті басқанда сіз мына жерден шаблон таңдай аласыз, уже басқаша вариант. Так, шаблондар давайте мынаны таңдап көрейік. Мынаны таңдайын, добавить басам. И наши услуги. Наши услуги деген жерді өзгертейік біздің. Біздің жетістіктер деп жазсаңыз, мына жерге иконка тұр ғой, мынаны иконка дейді ғой, мыналардың бәрі көрдіңіз, өзгерте аласыз сіз бұны. Наши иконки, яғни мысалы дарын олимпиадасы немесе ғылыми жобаларымыз деген сияқты осы жерге алып келіп, спорт жаңалықтары дейтін болсаңыз, мынадай элементті алып келіп, міне мынаны өшіріп тастаңыз, мынаны келіп былай қойып қойсаңыз болады. Мінекей, мына иконканың орнына басқаша қою үшін
мына жерден таңдайсыз ғой өзіңіз жақсы келетін бір ғылыми жобалар деген сияқты өзіңіз мына жерге жазасыз астына осылай өзгертіп. Бұл жетістіктері мына жаққа жазуыңыз да мүмкін. Мысалға 6-2 қола 1 немесе бірінші орыннан 3, екінші орын 2 оқушы, екінші орын 5 оқушы деген сияқты осылай жазып қойсаңыз болады презентацияңызға. Одан кейін мына жерде де жаңағы айттым бұл ғылыми жұмыстарды белгілеп былай қойыңыз. Иконканы өзіңіз таңдайсыз келетін. И мына жерге оқушыларыңыздың аты жөнін жазып қойсаңыз болады. Осылай жазсаңыз да болады оқушыларыңыз аты жөнін. И мына жерге жазыңыз. Тағы да жаңағы үздік олимпиада резервтері ма немесе үздік олимпиада үздіктері деп жазылсаңыз болады ғой. Мына жерге де ат жөндерін жазсаңыз болады. Одан кейін оқушыларыңыздың аты жөнін жазып осындай жұмыс жасауыңыз болады. Енді мына 3 жұмысты қазір көрейік біз қалай шығады екен. Мынада тоже бүйтіп өзгеріс жасай аласыз, өзіңіз білесіз оның барлығын. Мынаны қойсаңыз по центру, по ширине өзіңіз өзгертесіз, ұзартып, қысқартып дегендей. Болды. Осындай бір презентация жасауыңызға болады. Осының бәрі біткеннен кейін скачать жасайсыз ғой. Немесе предварительный просмотрға басыңыз. Қалай шығатқан бірінші, екінші, үшінші осылай жұмыстар жасауға болады. Мен сізге үлгілік вариантын көрсетіп жатырмын. Осылай жасап көріңіздер сіздер де.